Саламатсыздар ма балалар? Алгебра және анализ бастамалары 10-шы сынып. Сіздермен бірге математика пәнінің мұғалімі Рашаева Мейрамкүл Жайғожақызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы функцияның иілу нүктесі, функция графигінің дөңестігі мен ойыстығы. Сабақтың мақсаты: бірінші, функцияның екінші реттік туындысын табу. Екінші, функция графигінің иілу нүктесінің анықтамасын және функция графигінің аралықтағы дөңестігі мен ойыстығының қажетті және жеткілікті шарттарын білу. Жаңа сабақ бірінші мақсатқа сәйкес анықтаманы ұсынамын. Y тең болады x-тен f функциясының екінші туындысы деп, x-тен f функциясының туындысынан алынған туындыны атайды. Және белгіленуі, өздеріңіз экранда көріп отырғандай, мынадай белгілермен белгіленетін болады. Екінші реттік туындыға мынадай мысалдарды ұсынамын. Y тең болады x куб минус 2x функциясының екінші туындысын табу үшін ретімен 2 рет туынды табамын. Бірінші туындысы 3x квадрат минус 2 және осыдан әрі қарай тағы туынды табатын болсам 6x-ке тең. Сонымен y-тің екінші туындысы 6x-ке тең деп айтуға болады. Екінші туындының физикалық мағынасы. Біз бұрынғы сабақтарымыздан ақ білетіндей, қозғалыстың заңымен берілген функциядан бір рет туынды тапсақ, сол қозғалыстың жылдамдығын анықтауға болатын функцияны табуға болатын еді. Ал бүгінгі сабағымызда бұл 2 рет туынды табу арқылы S-тен үдеу табуға болатынын айта аламыз. Бірінші оқу мақсатына сәйкес бірінші мысалды ұсынамын. Нүкте түзу бойымен x-тен S функциясы x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4, азайтылған x-тің кубы бөлінген 3, қосылған 2x квадрат қосылған 1 заңымен қозғалады. Нүктенің қозғалысының бірінші t тең болады 3 секунд уақыт мезетіндегі жылдамдығын, екінші t тең болады 3 секунд мезетіндегі үдеуін табыңдар. Шешуі: бұл екі шартты орындау үшін нүкте қозғалысынан бір рет туынды табу арқылы жылдамдықты, 2 рет туынды табу арқылы үдеуді табатын формулаларды жазып аламын. Бірінші, берілген функциядан туынды тапсам, өздеріңіз көріп отырғандай, x куб минус x квадрат қосылған 4x шығады. Осы жердегі x-тің орнына t тең болады 3 секунд уақыт мезетіндегі жылдамдығын табу үшін x-тің орнына 3-ті қою арқылы 27 азайтылған 9 қосылған 12 тең 30 санын алуға болады. Екінші рет туынды табу үшін алдыңғы есебіміздегі табылған туындыдан тағы бір рет туынды табу арқылы 3x квадрат минус 2x плюс 4 өрнегін алып, бұл жердегі x-тің орнына t тең болады 3 секунд уақыт мезетіндегі үдеуін табу үшін 3 санын қоя отырып, 27 азайтылған 6 қосылған 4 тең 25 санын алуға болады. Сонымен біздің есебіміздің шарты бойынша жылдамдығы 30 метр секундқа, үдеуі 25 метр секунд квадратқа тең екенін айтуға болады. Келесі оқу мақсаттарына жету үшін мынадай анықтамаларды ұсынамын. Анықтама: егер дифференциалданатын функцияның графигі x интервалының кез келген нүктесіне жүргізілген жанамадан жоғары орналасса, яғни суреттегідей жанамадан жоғары орналасса, онда функция x интервалында төмен қарай дөңестелген деп аталады. Келесі суретке назар аударайық. Анықтама: егер дифференциалданатын функцияның графигі x интервалының аралығында кез келген нүктесінде жүргізілген жанамадан төмен орналасса, онда функция x интервалында жоғары қарай дөңестелген деп аталады. Бұл сөз тіркестерін мынадай терминдермен ауыстырып алсақ, ешқандай қате болмайды. Бұдан кейін жоғары қарай дөңестелген сөзін дөңес деп атап, төмен қарай дөңестелген сөз тіркесін ойыс деп атап кетуге болады. Теорема:
А-дан В-ға дейінгі кесіндіде y тең болады x-тен y функциясы беріліп, кесіндінің ішкі жағында функция 2 рет дифференциалданатын болса, және x-тен f функциясының екінші туындысы 0-ден үлкен болса, сол аралықта оң мәндер қабылдайтын болса, онда x-тен f функциясының графигі ойыс болады. А-дан В-ға дейінгі кесіндісінде y тең болады x-тен y функциясы беріліп, кесіндінің ішкі жағында функция 2 рет дифференциалданатын болса, онда x-тен y функциясының екінші туындысы 0-ден кіші болса, яғни сол аралықта теріс таңбаны көрсететін болса, онда x-тен y функциясының графигі дөңес болады. Суреттен көріп отырғандай, бірінші ойыс болады, кіші болса, үлкен болса, ал кіші болса, дөңес болатынын көруге болады. Келесі үйренетін сөз тіркесіміз, яғни жаңа терминіміз иілу нүктесі. Иілу нүктесі қай кезде болады? Дөңестіктен ойыстыққа өткен кезде, немесе ойыстан дөңеске өткен кезде болатын нақтырақ айтып кете аламын. М нүктесі бұл жердегі суреттегі иілу нүктесі. Ендеше иілу нүктесі дегеніміз не? Анықтама: егер М нүктесінің кіші аймағында қисық осы нүктеде жүргізілген жанаманың екі жағында орналасса, онда М нүктесі иілу нүктесі деп аталады. Екінші мысал: y тең болады x куб минус 6x квадрат қосылған 12x қосылған 12x қосылған 4 функциясының дөңестігін зерттеп. Дөңестікке зерттеу үшін бүгінгі оқу мақсатымызға үйренгендей 2 рет туындысын табамын. 2 рет туындысын таптым. Екінші туындысы 6x минус 12-ке тең. Бұл 0-ге тең болады x тең 2 болғанда. Яғни x тең 2-де дифференциалданады. Бұл жердегі x тең 2 функциясын сан аралыққа, x нүктесін сан аралыққа салып отырып, ол аралықтардағы плюс-минус аралығын анықтауға болады. Ендеше плюс-минус аралығы плюстан минусқа, минустан плюсқа аралыққа өтсе, дөңестіктен ойыстыққа, бұл нүктені иілу нүктесі деп атай аламыз. Ендеше 2 нүктесі бізде иілу нүктесі. Ал 2-нің аймақтарында функция қалай болады екен? Оны теореманың салдары бойынша зерттеп көрейік. Минус шекстіктен 2-ге дейін функция дөңес болады, 2-ден плюс шекстікке дейін функция ойыс болады. Және осы 2-де 12 нүктесі иілу нүктесі болып табылады. 12 нүктесін табу үшін бастапқы берілген функциядағы x-тердің орнына 2-ні қою арқылы y-дің мәнін есептеп шықтым. Сонда 2-де 12 иілу нүктесі болады. Оқулығымыздағы 49-да 9-шы есептің 3-ші есебіне назар аударатын болсақ, y тең болады 3x минус 2-нің 2 плюс x функциясына қатынасы ойыс және дөңестігін иілу нүктелерін анықта. Шешуі: анықталу облысына алдын ала мән беремін, x минус 2-ге тең емес. Бұл жердегі функцияны 2 рет туынды табу арқылы ойыстығында, дөңестігінде, иілу нүктелерінде табуға болады. Ендеше функцияны 2 рет туындысын таптым. Сонымен екінші туынды минус 16 бөлінген 2 қосылған x-тің кубына. Бұл функцияны 0-ге теңестіріп, 0-ін іздеуім керекпін. Бірақ бұл екінші туындымыз 0-ге тең болмағандықтан, бұл жерде дифференциалданбайды. Бірақ анықталу облысына сәйкес аралықтарға бөлу арқылы осы функцияның 0-ден үлкен болатын және 0-ден кіші болатын аралықтарын анықтаймын. Сонда минус шекстіктен минус 2-ге дейін плюс сандарды қабылдайды, минус 2-ден плюс шекстікке дейін минус сандарды қабылдайды. Немесе оны минус шекстіктен минус 2-ге дейін функция ойыс болады, минус 2-ден плюс шекстікке дейін функция дөңес болады деп айта аламыз. Сонымен бірге иілу нүктесі жоқ. Өз біліміңді тексеріп көр. 49-да 9-ның бірінші тапсырмаларын мына белгіленген критерийлер арқылы өзің орындап көр. Функцияның екінші ретті туындысын табамын, иілу нүктесінің бар немесе жоғын анықтаймын, функцияның ойыс және дөңес аралығын табамын. Осы критерийлерге иә жоқ дескриптерлерін қоя отырып өзіңді бағалап көр. Және өз бағалауларыңды, кері байланыстарыңды күнделік
порталымен немесе Mail.ru почтасы арқылы жіберулеріңді сұраймын.